Сәлем достар, бүгін біз Италия елшілігінде Италияның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Марко Альбертидің үйінде қонақтамыз. Біз тек қана сұхбаттасып қана қоймай, тоғызқұмалақ ойнап, ары қарай да әңгімені өрбітпекпіз. Марко Альберти, бізді қонақ еткеніңіз үшін көп рахмет. Сұхбатымызды тоғызқұмалақ ойнап отырып бастайық. Ойынға шақырушы мен болғандықтан бірінші жүрісті өзіңізге бердім. Көп рахмет, мен үшін бұл үлкен мәртебе. Let's start, and the first question. Алғашқы сұрағым, сіз үшін мінсіз таң қалай басталады? Perfect start of the day for you. Көкте күн күлімдеп тұрса, қолымда кофем болса және жақындарым бетімнен сүйсе, сол мен үшін мінсіз таң. Thanks so much. Мына отауға түскен тасыңыз алғашқы олжаны қанжығаңызға салды. Мархабат, ала қойыңыз. Көп рахмет, менің қазынам ба бұл? Иә, сіздің қазынаңыз. Ойын жақсы басталды. Елдеріміздің арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына міне 30 жыл болды. Ең үздік жетістіктеріміз қайсы? Ең алғашқысы өзара сенімнің орнауы, достығымыз берік. Италия Қазақстан арасындағыдай ынтымақ тез уақытта бола салатын дүние емес. Екіншісі экономикалық қарым-қатынастың дамуы. Италия қазақ тауарларын импорттаудан екінші орында тұр. 250-ден аса компаниямыз осы елде белсенді түрде жұмыс істеп жатыр. Оған 170 біріккен кәсіпорындарды қосыңыз. Талай жылдан бері Италия Қазақстанға инвестиция да құйып жатыр. Мөлшері 15 миллиардтан асты. Әлі де құяды. Қазақстанға келгелі сізді шошытқан не, сіз күтпеген қандай жағдайды бастан кештіңіз? Бір күні мені сыйлы қонақ етіп кешкі асқа шақырды. Үстел үстінде қойдың басы тұрды. Дәстүрлеріңіз бойынша оны кесу қонақ ретінде менің міндетім екенін білмеген едім. Содан ас үйге аспазбен бірге жүгіріп барып, тез арада бас таратудан мастер-класс алдым. Жол жоралғысын сыйлап, дұрыстап ұсынғым келді. Алдыңыздағы қойдың басы тұрғанда бір түрлі шоши қарамадыңыз ба? Жоға, жай қойдың басын ұстата салады деп ойламадым. Ол рас. Бірақ қонақта отырған соң дастархан иесінің жақсы ниетін түсіну керек қой. Ойымда сол сыйластық басым болды. Бұл бір қызық оқиға болған екен. Сізді бұлай қонақ еткен кім? Ақтөбедегі италиялық компанияның тұсаукесеріне барғанбыз. Сол қаланың әкімдігіндегілер жасады. Мына жерге, мұнда да біреу. Әттеген айдейсіз, тақ түсті. Алуға болмайды. Енді менің кезегім. Мәдениет, ұлттық тағам тақырыбына келгенде, пиццаға қатысты мына бір пікір еріксіз есіме түседі. Сіздерде шынымен де пиццаға ананас қосу өте өрескел әрекет пе? Бұл бешбармаққа тауық етін қосып, үстіне қант сеуіп жеген сияқты. Солай ма? Я, құптай алмаймыз. Италия пиццаға жай тамақ ретінде емес, дінге қарағандай қасиет деп қадірлейді. Дін жайлы сөз қозғағанда жаңашылдық қосып, өзгеріс енгізбейтініміз секілді, пиццаға да дәстүрлі рецептіден бөлек дүние қосылмайды. Жалпы айтқанда тұзды мен тәтті заттар араластырмаймыз. Бұл Италия ас үйінің басты ережесі. Сіздің кезегіңіз. Италияның қараса көз тартар сұлу жерлері көп ақ. Бірақ Марко Альберти ретінде қайсы өңіріне баруды кеңес етер едіңіз? Қиынырақ сұрақ, ешкімді төмен бағалағаным емес, десе де Сицилияны кеңес етер едім. Біріншіден, жұбайым екеуміз сол аймақты жақсы көреміз. Екіншіден, ол жақта Италияны басқа қырынан танисыз. Араб әлемі мен Еуропа өркениетінің тамаша үйлесімін көруге болады. Дәмді тамақтың түр түрі, көк теңіз, бәрі көз алдыңызда. Ынтымақтастыққа тоқталайықшы. Екі елдің арасында әлі де дамыта түсуді, көбірек назар аударуды талап ететін қандай салалар бар? Дұрыс атап өттіңіз. Алдағы бірнеше айда Алматыда Италия мәдениеті институтын ашуды жоспарлап отырмыз. Рас па?
Иә, ол институт тек мәдени іс-шараларды ұйымдастырып қоймай, кәсіпкерлердің басын қосып, іскерлік мәдениетті нығайтуға атсалысады. Шағын және орта бизнестің артуына көмектеседі. Тек Қазақстан емес, Алматыдан Орта Азияның басқа да 4 елмен байланыс орнатады. 30 жыл ішінде осындай орталық қалай ашылмаған екен деп ойлайсың кейде. Және тағы бір атап өтер сала шығармашылық индустриясы. Жергілікті билік, Италия үкіметі қазақстандықтардың креативті идеяларынан бизнес жобалар жасауға қызығушылық танытып отыр. Мамандарымыздың сан жылдық тәжірибесі алда тамаша өнімдерді дүниеге әкелетініне сенімдімін. Тағы бір сұрақ, таңғы бағдарлама болған соң айтыңызшы, сізді таңертең оятатын не? Адамдар бір күндік мақсат міндеттерін емес, ұзақ мерзімді өмірлік миссиясын білгенде басқаша оянып, шабыттанатын сияқты. Не істеу керек емес, неге істеу керек деген сұраққа жауап іздеген жөн бе деймін. Сондықтан арман мұратты анық көре білу керек. Күнделікті іс-әрекетіңіздің себебін түсіну керек. Әкем былай айтатын, өмірде сұрақтарға жауап табудан бұрын дұрыс сұрақты қоя білу маңызды дейтін. Дұрыс сұрақтың артынан сізге ең қажетті жауап шығады. Дәл осы нәрсе мені күнде оянуға, жұмыс істеуге, тірі болуға шабыттандырады. Көп рахмет. Ойын тақтасына қарасам, ұпайларымыздың айырымы үлкен емес секілді. 2-3 тасқа ғана артық екен, бірақ бұл біздің соңғы ойынымыз емес шығар. Алда сізбен өзге италиялықтармен тағы ойнайтыныма сенімдімін. Енді көрермендерімізге арналған таңғы тілегіңіз болса. Viewers of Kazakhstan. Thank you very much. I mean, in my view, any life is a journey and then. Көп рахмет. Менің түсінігімде өмір саяхат. Әр күн өзінше бір сапар. Әр күніңізді саяхат ретінде қабылдап, қызықтарға қанық болыңыздар. Remembering to Kazakh word, саяхат басталады.